Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен 90-шы сабақтың есептерін шығаратын боламыз. Сіздермен бірге мен Роза Мелдебек. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бүгінгі сабақта біз құрылымы күрделі теңдеулерді шешетін боламыз және теңдеудің көмегімен есеп шығарамыз. Бірінші тапсырма. Өзара байланысты үш санды тап, сонда жазушының аты жөнін, оның шығармасын және қандай жанр екенін білетін боламыз. Мына жерде астында сандар бар. Осы сандардың бір-біріне қатыстыларын табайық. 63-тен бастаймыз. 63-пен қандай сандар қатысты? Ол 9 пен 7. Өйткені 9 жердегі 7 63. Демек, Бердібек Соқпақбаевтың шығармасы «Менің атым Қожа» ол повесть деген сөз. Келесі 30-ға қатысты ол 5 пен 6. 5 пен 6. Ағайынды Гриммдердің жазған шығармасы «Бремен музыканттары» ол ертегі. Келесі 32-ге қатысты сан ол 4 пен 8. Крыловтың шығармасы «Квартет» ол мысал екен. Келесі тапсырма 4-ші теңдеулерді шеш дейді. Бізге 3 түрлі теңдеу берілген, соның екеуіне тоқталайын. Неге мынандай теңдеу берілген? Осы теңдеудің теңдіктің қай жағында белгісіз сан болса, сол жағын көшіріп жазамыз. А бөлу 15, ал мына жағын ықшамдаймыз. Жақшаның ішінен 18 шығады, 54 18-ге бөлсек 3-ке тең. Қарапайым теңдеу шықты, енді оны қарапайым теңдеу ретінде шығара береміз. А-ның мәні 45-ке тең. Тексеріп көрейік. Қырық бес пен 15-ның бөлінісі 3-ке тең. Мына жақтан 3 шығады. 3 пен 3 тең. Демек, А 45-ке тең екен. Келесі теңдеу мынандай теңдеу. Бұл жерде теңдіктің сол жағында белгісіз сан бар, мына жақта бір ғана сан. Енді осы жердегі x-ға қатысты жағын қалдырамыз. 55 көбейту x 710-ды теңдіктің екінші жағына шығарып жібереміз. Сонда 820 алдындағы қосу таңбамыз мынаға шыққанда азайту таңбасымен шығады. Енді ықшамдаймыз. Айырмасы 110-ға тең. X-ті табу үшін 110-ды 55-ке бөлеміз. Сонда X-тің мәні 2-ге тең. Тексерейік. 55 көбейту X қосу 7. Ой, мына жерде 2 кешіріңіздер. Мынаны көбейтсек 110, 110-ға 710-ды қоссақ 820 шығады. Теңдіктің мына жағында да 820 екеуі тең. Демек, x 2-ке тең. 7-ші есепті теңдеудің көмегімен шығару керек. Кітаптың 60 беті бар. Оқушы бірнеше бетін оқығаннан кейін оқылмаған 15 бет қалды. Оқушы кітаптың неше бетін оқыды деген есеп. Теңдеу құрастырамыз. Кітаптың 60 беті бар. Бірнеше бетін оқығаннан кейін. Бірнеше деген сөз бізге ол белгісіз, демек оны әріппен белгілейміз. Оқығаннан кейін деп тұр. Оқып тастады, демек алып тастады деген сөз. Азайту x. Сонда бізде қалғаны 15 бет. Міне осындай қарапайым теңдеу шығар. Бұны шешеміз. X тең 60-тан азайтамыз 15-ті. X-тің мәні 45-ке тең. Тексерейік. 60 азайту 45 тең 15. 60 пен 45-тің айырмасы 15-ке тең. Теңдіктің екінші жағы 15. Екі жағы тең. Міне теңдеуді шештік. Оқушы кітаптың неше бетін оқыды дейді. Ол 45 бетін оқыған. Ә бөлігінде оқу залында 17 оқушы бар. Тағы бірнеше оқушы келгеннен кейін барлығы 31 оқушы болды.
оқу залында неше бала келді? Бұл есепке де теңдеу құрастырамыз. Оқу залында 17 бала бар дейді. Бұл барлық баланың саны. Тағы бірнеше оқушы келді дейді. Бірнеше ол белгісіз сан, келді деген қосылды деген мағынаны білдіреді. Демек, қосамыз x-ті. Сонда 31 оқушы болды. Қарапайым теңдеу шықты. Теңдеуді шешейік. 31-ден 17-ні азайтамыз. X-тің мәні 14-ке тең. Тексерейік. 17 мен 14-тің қосындысы 31-ге тең дейді. Мына екеуін қоссақ 31-ге тең, мына жағы 31. Теңдіктің екі жағы тең. Демек, оқу залына 14 оқушы келген. Мені қолдап, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.